Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі, дәмі өте керемет болып шығатын капкейктер жасайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен осылай жұмыртқамызды салып, венчикпен араластырамыз. Бұл капкейктің ең жақсы жері, бұнда миксер қосып, қажеті жоқ және өте тез, оңай дайындалады. Жұмыртқамызды взбивать етіп болғаннан кейін қантымызды қосып, екеуін араластырамыз. Сіздің даже көп уақытыңызда қажет етпейді бұл капкейк. Қантымыз бен жұмыртқамыз толық араластырып болғаннан кейін үстіне пищевая содамыз немесе разрыхительді салып, одан соң араластырамыз бірге. Одан соң жылы сүтімізді құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы тиіс. Осылай араластырып болғаннан кейін сүт сіңісіп араласып болған соң үстіне сұйық майымызды құямыз. Осындай бізде сұйық масса пайда болады. Бұл массамыз бір текті болғанға дейін араластырасыз. Бір текті болғаннан кейін үстіне ұнымызды өйстіп бөліп салып тұрып, венчикпен осылай тестомызды араластырып шығамыз. Барлық ұнымызды салып болғаннан кейін ешқандай комок қалмағанға дейін венчикпен араластырасыздар. Міне консистенциясы осындай қатты сұйық емес, қатты қою емес болып шығады, блинчиктің консистенциясы секілді. Одан соң капкейкімізді салатын осындай формаларымызды дайындап, ол формаға тестімізді құямыз. Форманың ішіне ештеңе жағудың қажеті жоқ. Бұнда сұйық май болғандықтан құрамында жабыспайды, тез алынады формадан піскеннен кейін. Форманың осылай 3-2 бөлігіне дейін толтырасыздар. Қатты толтырып жібермеңіздер, себебі сіздің капкейкіңіз қазір піскен кезде әдемі болып көтеріледі. Осылай барлық формамызға құйып шығамыз. Егер қасықпен шыдамыңыз жетпесе, мен секілді осылай ожаумен құйыңыз. Осы тестідан менен 15 капкейк шықты. Осылай барлық тестімізді формаларына құйып шығамыз. Дайын болған капкейкларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Капкейкіміз пісіп жатқан кезде оның бетіне жағатын кремімізді дайындаймыз. Ол үшін жаңа ғана тоңазытқыштан алынған салқын клейгейімізді осылай миксермен взбивать етіп тұрып, үстінен қант ұнтағын саламыз. Одан соң осылай көпірши бастаған кезде клейгейіміз үстінен сүзбелі ірімшікті салып, осылай бірінші араластырып алыңыздар. Сосын бары венчикпен миксермен миксерлейсіздер. Осылай 7-8 минут миксерлегеннен кейін біздің креміміз осындай дайын болады. Консистенциямыз осындай алған кезде құлап қалмайтындай, венчикте тұрып қалатындай состояниеге жеткенде біздің крем дайын деген сөз. Одан кейін кондитерский мешогымызға барлық кремімізді осылай салып аламыз, дайындап. Бұл қазір бізге капкейктің бетін әсемдеуге керек болады. Капкейкіміз дайын болғанға дейін тоңазытқышқа салып қойсаңыз болады. Капкейк пісіп болғаннан соң пештен бірден алмаңыздар. Ішінде суығанға дейін тұрсын. Суығаннан кейін алып, егер ішіне салмасын салатын болсаңыздар, джем салсаңыздар, осылай ортасын кесіп алыңыздар. Егер сіздерде насадка болмаса, ол кезде шприцтің астымен осылай кесіп алсаңыздар да болады. Неше түрлі вариант айтып жатырмын. Осындай мен тек қана 5 капкейкке джем салам қазір. Қалған капкейктердің бетін тек қана креммен әрлейтін боламыз. Оның өзі өте тәтті болып шығады. Осылай ортасын кесіп шыққан капкейктеріміздің барлығын ортасына джем салып шығасыздар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша джем саласыздар. Яғни менде қазір малиновый. Кім қандай джем қалайды, солай салып шықсаңыздар болады. Осылай дайын болғаннан кейін бөлек алып, бетін әсемдейміз. Менде барлығы жаңа айттым, 15 капкейк шықты. Креміңіз барлығы осы 15 капкейкке түгелдей жетеді. Осылай креммен насадкамызды салып тұрып, әрлеп шығамыз барлық капкейктің үстін. Одан соң кремнің үстіне жидектер салсаңыздар болады, сублимированный жидектер салсаңыздар болады, қатырылған, немесе посыпкалармен мен секілді әсемдеп шықсаңыздар болады. Әрі қарай өздеріңіздің фантазияларыңыз бен қалауларыңыз бойынша. Шоколадный крем істесеңіздер болады. Яғни осы кремге шоколадты ганаш қоссаңыздар, сізде шоколадный крем дайын болып шығады. Жаңа айттым, мен посыпка қолдандым.
бұл идеяны гендер патиге де істесеңіздер де болады. Посыпканың түрлі түсін қолданып, жемнің түсін өзгертіп, өте керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліңіздер, ас болсын. Мұнда мен қазір сіздерге капкейктің ортасын кесіп көрсетемін. Міне үлпілдек өте жұмсақ, әдемі болып шығады біздің капкейк. Мынау екінші джемі бар капкейкіміз. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер, ас болсын.